Сәлем достар, бүгін біз сіздермен кішкене пайдалы ақпараттармен бөлісейін деп видео түсіруге шешім қабылдадым. Бізде корейскийде Корей косметикаларында маскалар өте көп, оны қалай қолдану керек, қалай пайдалану керек. Ең алдымен маска қолданған кезде оригинал және репликасына қатты мән беріңіздер. Мына бабл масканың негізі өте пайдасы өте көп, бірақтан да реплика өте көбейіп кеткен. Менің қолымдағы түрі реплика түрі, бірақ оның оригинал реплика түрін қалай ажыратуға болатындығын мен арнайы видео түсірем, оны ютубқа салатын боламын, сол жақтан көре аласыздар. Ал мына жерде көпке танымал тканевый маскалар. Вот, қараңыздар, бұл жерде Мадаем ПРК деп жазып қойған. Вот, мына жерде көрдіңіздер ме? Корея емес. Осындай реплика түрін қолданудан абайлаңыздар. И мына масканы менде өте көп сұрайды. Осы масканы жаңада айтып кеткенде мүлде қолданбай қойғандарыңыз дұрыс, себебі бұлар оригинал емес, Кореядан шығады. Барлық рекламаларға алданып қалмаңыздар бастысы. Кремовый маскалар комплименттікі, бұлар оригинал, корейский болып табылмайды. Және де пленка маскалар бар, черный маскасы бар, пленканың золотистый маскалар бар, бірақ оларды мүлде қолданбай қойыңыздар. Бұрын олар хит болған 2015-2016 жылдары, ал қазірде қатты қолданыста емес. Мен өзім қатты предлагать ете бермеймін өзім клиенттеріме. Егер оны қайтадан зерттеген негізінде, қайта зерттеулердің нәтижесінде беттің қатты терісіне зиян тигізетіні анықталған. Ал вот мынандай маскалар, пленка маскаларды бар.